Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Әрбір жас маман мектепке үлкен үмітпен келеді. Алайда теория мен практиканың арасындағы алшақтық кейде олардың сенімін әлсіретеді. Осындай сәтте жас педагогке бағыт-бағдар беретін, қолдау көрсететін тұлға қажет. Ол тәлімгер. Мен Рахимжанова Айгүл Нұрқасымовна, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог шебер, оқу ісі жөніндегі басшы орынбасарымын. Сіздерді жас педагогтерді қолдаудың жаңа деңгейіне жетелейтін жас педагогтерге әдістемелік қолдау көрсету бойынша тәлімгерлік қызметті ұйымдастыру атты 80 сағаттық біліктілікті арттыру курсына шақырамын. Бұл курстың басты мақсаты жас педагогтерді нормативтік, әдістемелік және практикалық тұрғыда тиімді қолдай алатын кәсіби тәлімгерді қалыптастыру. Курс барысында сіз тәлімгерлік қызметті жүйелі ұйымдастыруға қажетті нақты құзыреттерді меңгересіз. Курс 4 негізгі модульден тұрады. Бірінші – нормативтік негіз. Мұнда Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 160-шы қағидаларын талдап, тәлімгерлік қызметтің заңнамалық талаптарын нақтылаймыз. Екінші – әдістемелік сүйемелдеу. Жас педагогтың қажеттілігін анықтау, жеке даму траекториясын құру жолдарын үйренесіз. Үшінші – заманауи технологиялар. Коучинг, менторинг, тьюторинг және шадоинг тәсілдерін тәжірибеде қолданасыз. Төртінші – практикалық нәтиже. Сіз өз авторлық тәлімгерлік жобаңызды әзірлейсіз. Бұл курс тек теория емес, 80 сағаттың басым бөлігі тәжірибеге бағытталған. Курс барысында сіз жас маманға арналған жеке даму жоспарын құрастырасыз. Кәсіби, дамытушы кері байланыс берудің тиімді алгоритмдерін меңгересіз. Тәлімгерлік қызметті жүйелеп, авторлық жобаңызды қорғайсыз. Нәтижесінде сіз мектепте жас мамандарды жетелейтін стратег тәлімгер ретінде қалыптасасыз. Курс соңында сіз нақты нәтижеге қол жеткізесіз. Сіз тәлімгерліктің нормативтік негізін толық меңгеріп, заманауи әдістерді еркін қолданасыз. Мектепте тәлімгерлік үдерісті өз бетінше ұйымдастырып, әр жас педагогке жеке даму маршрутын құра аласыз. Құжаттарды жүйелі рәсімдеп, авторлық жоба мен кәсіби портфолио әзірлейсіз. Ұстаздың ең үлкен жетістігі өзінен кейін кәсіби ізбасар тәрбиелеу. Тәжірибеңізбен бөлісіп, кәсіби деңгейіңізді жаңа биікке көтергіңіз келсе, біз сізді курста күтеміз.